Ертеде жаугершілік заманда талай жорықтарға шығып, елін жаудан қорғаған аты елге әйгілі Бөгенбай батыр көп жасап 100-ден асыпты. Бертінде қарттық жеңе бастап үйінде отырып қалыпты. Бірде халын біле келушілердің бірі: «Батыр, көп жасап көп көрдіңіз, үбірлі-шүбірлі болдыңыз, сізде арман жоқ шығар» деп сұрайды. Сонда қарт батыр: «Ей шырағай, армансыз адам болушы ма еді» деп басын көтеріпті. «Сауыт құрсанған батыр едім, елім үшін қан майданда жаумен жағаласып жеңіске жеттік. Арманда қалған көп жауынгерлерді ойлап қапаланамын. Осыған байланысты бір оқиғаны айтып берейін» депті. Бұл қазақ пен жоңғардың жауласып тұрған кез екен. Бір түні қарт батыр ұйқылы ояу жатып, «Аттан, аттан, жау шапты» деген дауысты естиді. Қарт батыр тұра келіп, кереге басындағы найзасын алады да, кермеде тұрған тұлпарына қарғып мініп, жауды қуып кете барады. Ел қалың ұйқыда қала береді. Батырдың балалары да сол түні үйде жоқ екен. Қарт батыр жауға жалғыз шабады. Қаптал шапанының етегі далақтап, құйғытқан бойы басқыншылармен араласа кетеді. Барған бетте тұқыл найзамен бір-екеуін құлатып, көзінен от шаша енді басқаларына ұмтыла бергенде, жоңғардың бір жас батыры қарсы алдынан келіп, шіреп тұрып садақты тартып жібереді. Сұр жебе сауатсыз батырдың кеудесіне тиіп, аттан ұшырып түсіреді. Кейін келіп жеткен жұртқа өлейін деп жатқан батыр: «Жұртым-ау, жау қолынан мерт болып арманда кетіп барамын» деген екен. «Қанша өмір сүрсең де бір арман алға жетелейді. Жер бетінде тыныштық болса екен деп армандаймын» депті Бөгенбай батыр.